балалар, бүгін біздің сабағымыз қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сіздердің алдарыңызда деңгейлік тапсырмалар бар. Бәрімізде бар ма деңгейлік тапсырмалар? Жақсы. Барлық оқушының сөздік дәптерінде даму траекториясы бар. Даму траекториясын ашамыз, балалар. Даму траекториясын ашамыз. Міне, мынаны ашамыз, балалар. Бәрімізде бар ма? Ендеше бәріміз ашық журналға назар аударамыз. Қазір біз сіздермен үй жұмысын пысықтайтын боламыз. Оқушыдан үй жұмысын бекіту үшін Амина, кәніке айта қойшы, имя существительное қазақша қалай? Жақсы. Имя прилагательное? Глагол? Глагол. Жақсы. Келе ғой, тақтаға шығамыз. Амина, сен өзіңді журналдан өзіне В деген әріпті қоямыз, я? Ал, Амина, В деген әріпті қой. Қазір. Ал, В деген әріпті қоямыз. Жақсы, рахмет. Амина, келесі оқушы. Карим, сізге сұрақ. Океан қазақша қалай болады? Океан. Мұхит. Имя прилагательное? Имя числительное? Келе ғой, Карим. Жақсы, Карим. 4-ші деңгейдің соңғы үй жұмысын бекіту үшін кәні дәптерлерін тексеріп шығайын. Айару, өздік жұмыс. Жақсы. Мына жерде 3 рет қате кетіпті. Жақсы, Айару. Енді келесі оқушы. Айару, сен Эминді тексересің. Жақсы. Үй тапсырмасын бекітіп болғандықтан оқушылар бүгінгі сіздердің білім кластағы бағаларыңызды даму траекториясына қоямыз, я? Кәні Дилда сөздік дәптеріндегі траекторияны ашамыз. Бүгінгі Дилданың бағасы 9 балл. Келесі Лаура, сізде 8 балл. Костя, сенде 9 балл. Даму траекториясына қоямыз. Давид бүгін 8 балл алды. Карим бізде 10 балл алды. Өте жақсы жауап берді Карим. Эмин 9 балл, Айару 8 балл. Құрметті оқушылар, осы білім кластағы бағаларыңызды даму траекториясына белгілеп қойыңыздар. Оқушылар, енді бүгінгі сабағымыздың оқу сапасына келетін болсақ, 7 бала 8 балл алған екен. Оны көбейтеміз, 56 балл болады. 3 бала 9 балл алды, ол 27 балл береді. Және де 3 бала 4-ші деңгейді өтіп, 10 балл деген бағаға ие болды. Оның бәрін қосып бар оқушы санына бөлгенде, бүгінгі біздің сабағымыздың 86%-ға жетті. Бәріміз қол шапалақтаймыз. Жарай. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін қайталаймыз. Менен кейін қайталайсыздар. Бу пар. Құтқару, спасать. Өрт, пожар. Сарғаю, жылтею. Дилда, сені тексеріп жүрген. Бірінші деңгейдің тапсырмасы. Дұрыс, жарайсың. Ендеше сен Айару тексересің. Айару, дәптеріңді ашы ғой, Дилда сен тексереді. Я, Дилдан Айаруды тексерді. Жақсы, енді Дилда тақтаға шығып, өзіне плюс таңдасын қоя ғой. Яғни бізде Дилда бірінші деңгейді өтті. Жарайсың. Оқушылар, бірінші деңгейді бекітейік. Кәні бәріміз бірге қайталамыз. Булану. Қар, я? Өрт. Пожар. Сарғаю. Жылтею. Сөндіру. Тушить. Құтқару. Спасать. Қашу. Убегать. Яғни бұл 6 сөзге тиісті әріптерді қойып біттіңдер. Жарайсыңдар. Лаура, 2-3 деңгейді айтшы кәні. Орман үлкен. Жақсы. Тау бар. Тамаша, кел, ашық журналға бағанды қоя ғой. Лаура 2-ші деңгейді аяқтады. Лаура өзіне плюс таңбасын қоямыз. Жақсы, 2-ші сұрағына плюс таңбасын. Жарайсың, Лаура, келбес. Тамаша. Дәптерімді көрсете ғой, яғни оқы. 3-ші деңгейде не дейді? Сөйлемдерді аяқта. Оқы. Сарғайға жапырақ шырып топыраққа айналады.
айналады. Бұл өте пайдалы. Жақсы. Аға, Екінші сұрағы оқи ғой. ағаштарды өрттен құтқару керек. Өрттің тез сөндіру керек. Олар Пайдасыз. сіз болып қалады. Пайдасыз болып қалады. Жарайсың, Айтуар, кел. Үшінші деңгейге өзіне плюс таңбасын қоя ғой. Кел. Жақсы, Айтуар, енді сен Каримді тексересің. Бақ, Каримді тексере ғой. Каримге барамыз, Айтуар. Сарқайнан жұпара шарып жұпараққа айналады. Бұл өте пайдалы. Дұрыс. Ағаштарды өрттен құтқару керек. Өртті тез сөндіру керек. Олар пайдасыз болып қалады. Дұрыс па, Айтуар? Жақсы, Карим, кел. Тақта ашып, өзінің плюс таңбасын қоя ғой. Сіздермен бірінші, екінші, үшінші деңгейді аяқтап қалдық, иә? Оқушылар, енді сіздерге сұрақ. Осындай ашық журналмен баға қойған сіздерге ұнай ма? Жақсы, яғни сіздер бір-бірлеріңізбен жарыса отырып оқисыздар, дұрыс па? Жақсы, ендеше бұл сіздерге бәсекелестік рухын береді, иә? Бір-біріңізбен жарыса отырып, бір-біріңізге мотивация беру арқылы сіздер осы барлық деңгейді өтуге тырысасыздар. Ендеше үйге тапсырма, үшінші және төртінші деңгейді аяқтау, және де соны дәптерге жазып келу. Жаңа сөздерді үйде жаттап келу.